Сабақтың тақырыбы модулі бар теңдеулерді шешу. Сабақтың мақсаты: модуль астында x қосылған немесе азайтылған a тең b түріндегі теңдеулерді шешу. Мұндағы a және b рационал сандар. Модулі бар теңдеулерді шешу тәсілдері. Бірінші, координаталық түзудегі екі нүктенің арақашықтығын пайдаланып шешу. Екінші, санның модулінің анықтамасын пайдаланып шешу. Яғни модуль x тең болады минус x-ке, егер x кіші 0 болса. X-ке, егер x үлкен немесе тең 0 болса. Бірінші есеп. Теңдеуді шешіңіз. Модуль астында x тең 17-ге. Бірінші тәсілді, яғни модульдің геометриялық мағынасын қолданайық. Бұл жердегі модуль астында x минус 0 жазуы координаталық түзудегі берілген екі нүкте x және 0 арасындағы арақашықтықты білдіреді. Яғни біздің арақашықтық 17-ге тең. Онда координаталық түзудегі 0-ден 10-ға қарай 17 бірлікте 17 сан орналасқан. Яғни біздің x бірінші түбіріміз 17-ге тең. 0-ден солға қарай 17 бірлікте минус 17 орналасқан. Онда x екінші түбіріміз минус 17-ге тең болады. Тексерейік. 17-нің модулі 17-ге, ал минус 17-нің модулі де 17-ге тең. Жауабы плюс-минус 17. Екінші тәсіл. Модуль жақшасын анықтама бойынша ашайық. Модуль x тең болады минус x-ке, егер x кіші 0 болса, x-ке, егер x үлкен немесе тең 0 болса. Егер x кіші 0 болған жағдайды қарастырайық. Анықтама бойынша минус x тең 17-ге. Осыдан x тең болады минус 17-ге. Егер x үлкен немесе тең 0 болған жағдайды қарастырайық. Анықтама бойынша x тең болады 17-ге. Яғни x минус 17 және x тең 17-ге. Жауабын жазыңыз. Екінші есеп. Теңдеуді шешіңіз. Модуль астында x азайтылған 5 тең 8-ге. Бірінші тәсілді қарастырайық. Модульдің геометриялық мағынасы дегеніміз, модуль астында x азайтылған 5 жазуы, координаталық түзудегі x және 5 екі нүктенің арасындағы арақашықтық 8-ге тең екенін білдіреді. Яғни координатасы 5-ке тең нүктеден 8 бірлікке солға жылжытсақ, онда x1 тең болады, 5 азайтылған 8 тең болады минус 3-ке. Ал координатасы 5-ке тең нүктеден 8 бірлікке 10-ға жылжытсақ, онда x2 нүктесі 5 қосылған 8 тең 13 шығады. Жауабын жазыңыз. Екінші тәсіл. Модуль жақшасын анықтама бойынша ашайық. Егер x азайтылған 5 кіші 0 болса, онда минус x азайтылған 5 тең болады 8-ге. Осыдан x тең болады минус 3-ке. Егер x азайтылған 5 үлкен немесе тең 0 болса, онда x азайтылған 5 тең болады 8-ге. Осыдан x тең болады 13-ке. Тексерейік. Минус 3 кіші 5-тен. 13 үлкен немесе тең 5-ке. Жауабын жазыңыз. Үшінші есеп. Теңдеуді шешіңіз. Модуль астында 6 минус x тең минус 10-ға. Модульдің геометриялық мағынасын қолдансақ, бұл жазу координаталық түзудегі x және 6 екі нүктенің арасындағы арақашықтық минус 10 бірлікке тең дегенді білдіреді. Бірақ арақашықтық теріс санға тең бола алмайды. Сондықтан бұл теңдеудің шешімі болмайды. Төртінші есеп. Теңдеуді шешіңіз. Модуль астында 5x азайтылған 10,3 қосылған 20 тең 11-ге. Осы теңдеуді қалай шығарамыз? Дұрыс. Алдымен теңдеуді ықшамдайық. Яғни модуль астында 5x азайтылған 10,3 тең болады 11 азайтылған 20-ға. Ал 11-ден 20-ны азайтсақ, минус 9 шығады. Енді модульдің геометриялық мағынасын қолданайық. Яғни екі нүктенің арақашықтығы минус 9-ға тең болып тұр. Бірақ біз білеміз, екі нүктенің арақашықтығы теріс санға тең болмайды. Сондықтан бұл теңдеудің шешімі болмайды. Бесінші есеп. Теңдеуді өзіңіз шешіп көріңіз. Алдымен теңдеуді ықшамдаңыз. Модульдің геометриялық мағынасын қолданыңыз. Яғни минус 10,3 және 5x нүктелердің арақашықтығы 11 бірлікке тең. Онда
5х қосылған 10,3 тең 11 деген теңдеу шығады. Теңдеуден х-тің мәнін табыңыз. Дұрыс, х тең болады 0,114-ге. Екінші теңдеу 5х қосылған 10,3 тең -11-ге. Теңдеуді шығарып көріңіз. Х-тің мәні -4,126-ға тең. Жауабын жазыңыз. Алтыншы есеп. Теңдеуді шешіңіз. 14 модуль х қосылған 25 модуль х алынған 13 тең 19 модуль х қосылған 47-ге. Алдымен ұқсас мүшелерді біріктіріңіз. Өрнекті ықшамдаңыз. 20 модуль х тең 60 шығады. Осыдан модуль х-тің мәнін табыңыз. Дұрыс, модуль х тең болады 3-ге. Модульдің анықтамасын қолданатын болсақ, х кіші 0 болғанда минус х тең болады 3-ге. Осыдан х тең болады минус 3-ге. Егер х үлкен немесе тең 0 болса, онда х тең болады 3-ге. Жауабын жазыңыз. Жетінші есеп. Теңдеуді шешіңіз. Модуль астында екінші модульдің ішінде 9х қосылған 11 алынған 7 модуль жақшасы жабылған тең 6-ға. Яғни 2 модуль жақшасы берілген теңдеуді шығарайық. Алдымен бірінші модуль жақшасын ашайық. Яғни 9х қосылған 11 модуль ішінде азайтылған 7 тең 6-ға. Немесе модуль ішінде 9х қосылған 11 азайтылған 7 тең -6-ға. Әр теңдеуді шығарсақ, 9х қосылған 11 модуль ішінде тең 13-ге. Немесе 9х қосылған 11 модуль ішінде тең 1 теңдеулері шығады. Екінші модуль жақшасын ашыңыз. Дұрыс, 9х қосылған 11 тең 13-ге. Осы теңдеуді шығарып, х-тің мәнін табыңыз. Дұрыс, бірінші түбіріміз 2 бөлінген 9-ға тең. Келесі теңдеуіміз 9х қосылған 11 тең -13-ге. Осыдан х-тің мәнін есептеңіз. Екінші түбіріміз -2,3-тен 2-ге тең. Келесі теңдеуіміз 9х қосылған 11 тең 1-ге. Теңдеуді шығарып, х-тің мәнін табыңыз. Яғни үшінші түбіріміз -1,9-дан 1-ге тең. Келесі теңдеу 9х қосылған 11 тең -1-ге. Теңдеуді шығарып, х-тің мәнін табыңыз. Төртінші түбіріміз -1,3-тен 1-ге тең. Жауабын жазыңыз. Есте сақтаңыз. Модулі бар теңдеуді шешу үшін модульдің геометриялық мағынасын қолдануға болады. Нүктелер арасындағы қашықтық теріс санға тең болмайтынын ескеру қажет. Немесе модульдің анықтамасын пайдалануға болады.